Қайырлы күн оқырмандар, бұл видеода сіздерге статистикалық отчетты қалай тапсыру керек сол туралы үйрететін боламын. Ең алдымен арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Статистикалық отчетты кімдер тапсырады? 2024 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі өзгерістерден кейін барлық өнім өндіріп шығаратын жеке кәсіпкерлердің барлығы осы статистикалық отчетты тапсыруға міндеттелген. Яғни статистикалық отчетпен сіздің налоговыйға тапсырған отчетыңыз екеуі сәйкес келуі керек. Енді осы статистикалық отчетты тапсыру үшін кез келген браузерге stat.gov.kz деп жазасыз. Міне дәл осылай респонденттің жеке кабинеті деп сізге шығарып беретін болады. Сайтқа кіргеннен кейін жоғарғы бөлігінде сіздерде YT деп тұрады. Сол YT батырмасын басып, ECP кілттің бірінші ауыз бөлігі арқылы сайтқа кіресіздер. Кіргеннен кейін міне главный страницада сіздердің ИП-ларыңыздың атауы шығып тұратын болады. Келесі кезекте мои отчеты бөліміне кірген кезде сіздерде міне, яғни отчеттарыңыз тапсырылды ма, тапсырылмады ма, сол туралы шығып тұрады. Міне бұл кісіде 01 ИП Пром 1 раз в 2 года, яғни 2 жылда бір рет тапсырылады, статус отчета не сдан деп тұр, яғни тапсырылмаған. Енді келесі кезекте осы отчетты тапсыру үшін отчеттың үстінен басамыз, сол кезде бізге міне создать отчет деген шығады. Осы создать отчет батырмасын басып, ары қарай отчетымызды тапсыратын боламыз. Міне, дәл осылай сіздерде осындай бет ашылады. Ашылғаннан кейін, міне, код СКПП деген жерге, Б деп тұрған жерге өздеріңіздің океттеріңіз бойынша және де статистикалық бөлімнің бекіткен кодтары бойынша өзіңіз жасап отырған жұмысыңыздың кодын жазасыз. Яғни міне мен мына жерде жаңа шторы тігетін кісінің ИП-сы. Бұл жерде мен ол кісінің кодын жаздым. Және де единица измерения 1000 штук деп тұр. Бірақ бізде енді бұл кісі соңғы бір жылдағы, мысалы қазір 2024 жыл болса, сіз 2023 жылғы 1 январдан 31 декабрьге дейінгі аралықтағы доходты көрсету керек бұл жерге. Яғни сіздер егер сол 2023 жылы толықтай сіздерде доход болған болса, міне мынау соңғы 3 графа 800 деп тұрған жерге сол доходтарыңызды жазасыздар. Осы жерде мұқият ескеріңіздер. Егер сіздер налоговыйға басқа сумма көрсетіп, декларацияларыңызға 910 форма болсын, басқа форма болсын, ол жақта басқа доход, бұл жерде басқа доход көрсетсеңіздер, ертең соттың үкімімен жауапкершілікке тартыласыздар. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Соңғы бір жылда, яғни өткен жылы, сіздің 23 жылдың 1 январы мен 31 желтоқсаны арасындағы общий доходыңызды көрсетесіз. Яғни екі полугодияның общий доходын қосып, осы мынау 3-ші бөлікке көрсететін боласыздар. Енді менде бұл кісіде мына жерде 800 мың теңге доход, және де мен 800-ті жазып қойдым. Доходты жазған кезінде қасына 3-0 тіркеп жазудың қажеті жоқ. Қанша доход, соны жай мысалы 800 мың болса, осылай 800 деп көрсетесіздер. 500 мың болса, жай 500 деп қана көрсететін боласыздар. Соны мұқият ескеріңіздер. Ал келесі кезекте, міне страница 1 деген қасында данные исполнителя деген бөлім тұрады. Осы бөлімге басып, барлық данныйларды толтырып шығатын боласыздар. Яғни аты жөніңіз, толықтай жазып шығасыз. Тегіңіз, атыңыз, әкеңіздің аты толықтай жазылуы керек. Телефон респонденті деп тұр, стационарный болса, егер жазасыз, жоқ болса, ол жерге де бірінші өзіңіздің мобильный телефоныңызды жазуға болады, және мобильный телефон деген жерге де екеуіне де өзіңіздің ұялы телефоныңыздың номерін жазуыңызға болады. Келесі кезекте адрес электронной почты деген жерге өзіңіздің электрондық почтаңызды жазасыз. Және де бір маңызды айта кететін жағдай, міне мына жоғарғы бөлігінде затраченное время деп тұрады. Осы жерді толтыруды ұмытпаңыздар. Егер осы жерді толтырмасаңыздар, сіздердің отчеттарыңыз ары қарай сақталмайды және ары қарай жіберілмейді. Яғни затраченное время, сіз мысалы осы өнімді өндіру үшін сіздің қанша уақытыңыз кетті. Мысалы бұл кісіде енді бір адамның перде тігу бұл кісінің жұмысы. Окетта біз кодты барлығын сол бойынша көрсетіп отырмыз. Және бір адамның пердесін тігу үшін бұл кісіде 1-2 сағатқа дейінгі аралықта уақыты кетеді. Дәл осыны көрсететін боласыздар. Мысалы сіз тоқ пісіретін болсаңыз, ол жаққа жаңағы код СКПП өзіңіздің
жаңа кондитерлік бойынша кодыңызды көрсетесіз, және де мына затраченное время деген жерге, мысалы сіз бір тортты неше сағатта жасайсыз, вот сол уақытты нақты көрсетуіңіз керек. Ал егер сіздерде алдыңғы 2022 жылы доход болған болса, оны міне за предыдущий год деген бір деп тұрған графаға осы жерге 2022 жылғы доходты көрсетесіз, за отчетный год деген жерге 2023 жылғы доходты көрсетесіз. Яғни барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Және де егер де сіздерде үлкен доход болатын болса, сіздерде мысалы міне неше жаңағы единица измерения қанша штук шығардыңыздар сол өніміңізден, соның барлығын осы жерге көрсетуіңіз керек болады. Егер кондитерлік бойынша жаңағы торт сататын кісі болатын болса, доходы өте жоғары болатын болса, ол кісіге қанша тонна өнім кетті осыны жасау үшін, вот соның барлығы осы жерге көрсетіледі. Тек мұқият болыңыздар, налоговыйға тапсырған декларацияңызбен осы статистикалық бөлімге тапсырған отчетыңыздағы доходыңыз бір-бірімен сәйкес болсын. Ешқашанда екі жаққа екі түрлі отчет тапсырмаңыздар. Енді бұл 2024 жылы енді ғана енгізіліп жатқан өзгеріс болғандықтан, қазіргі таңда осы стат отчетты тапсыруға көп адам қиналып, жаңағы көбісі код СКПП-ны білмей жатыр, андан сұрап, мындан сұрап деген секілді. Егер сіз код СКПП-ны білмейтін болсаңыз, осы статистикалық жаңағы респонденттің кабинеті деген жерден кіріп, астыңғы бөлігіне бассаңыздар, сол жерде осылай көрініп тұрады. Яғни өздеріңізге скачать етіп алуларыңызға болады. Сол жерден өздеріңіздің жасап отырған жұмыстарыңыз бойынша код СКПП-ны біліп қарап алуларыңызға болады. Немесе әділет KZ сайтына кіріп те сол жерден қарай аласыздар. Яғни заңмен толықтай танысып шығып, сол жерде әрбір ОКЭД бойынша қандай код СКПП және қанша штук, қанша тоннаға дейін көрсетуге болады, соның барлығы заңда толықтай жазылған. Егер сіз ИП иесі болсаңыз, және де қандай да бір өнім өндіріп шығатын болсаңыз, міндетті түрде осы отчетты уақытына кешіктірмей тапсырыңыз. Себебі уақытына кешіктірілген жағдайда міндетті түрде сізге штраф келетін болады. Егер де уақытына, сонымен қатар уақытынан кешіктіріліп қалған жағдайда сіздерге қайта тапсыруға мүмкіндік жоқ. Мысалы, налоговыйдың отчетында ол жерде уақытынан кешіксе де әйтеуір жаңағы графалары ашық тұрады. Ол жерде тапсыра беруіңізге болады. Ал мынау статистикалық отчетта сіздерге олай ашық тұрмайды. Сондықтан мұқият болыңыздар, отчетты уақытында тапсырыңыздар. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпарат ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер қандай да бір түсінбей қалған жеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, тағы да қосымша видео ретінде жүктейтін боламын.